Барлықтарыңызға сәлем. Егер 5 минут уақытыңыз болса, осы бір ерекше рецептті менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға қайнап тұрған 350 мл суды құямыз да, оған бір 200-150 граммдай ұнды саламыз. Бір шай қасық тұз қосып жібереміз да, жақсылап араластырамыз. Енді ұнды салған соң газды өшіріп, жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде су қайнаған су болу қажет. Енді осын жақсылап араластырып алған соң, өте қатты ыстық болғандықтан басқа ыдысқа саламыз да, арасын шамалы ғана ашып қойып, бір шамалы ғана суытып аламыз. Қатты суытудың қажеті жоқ. Міне арасын осылай ашып қойдым. Енді шамалы суыған соң бір 2 ас қасық пісте май қосамыз. Сосын 1 шай қасық разахлитель қосамыз. Енді осын барлығын жақсылап араластырып отырып қамыр елеміз. Алғашқында қамыр қолдарыңызға жабысуы мүмкін. Жақсылап жұмыс жасаған кезде қамыр өте бір керемет болып шығады. Қолға жабыспайтын, әрі бір өзі қолмен жұмыс жасаған кезде байқалады. Бір ерекше қамыр дайын болады. Міндетті түрде бір 3-4 минут қамырмен жұмыс жасаймыз. Міне қараңыздар, қамыр осындай тегіс болып, әдемі болып шықты. Бір 3-4 минут жұмыс жасағаннан кейін осындай өзі әдемі қамыр болып шығады. Енді қамырды бір 5 минутқа тындырып қоямыз да, оған дейін ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Табаға азғантай пісте майды салып, оған майдалап тураған пиязды, шамалы ғана пиязды қуырып, оған фарш саламыз. Негізі фарштың орнына сіздер кәдімгі етті майдалап турап қоссаңыздар болады. Үйде не бар, соны қолдансаңыздар болады, немесе қайнатылған картопты да қолдансаңыздар болады. Енді осыған бір жарты шай қасықтай тұз қосып жіберіп, қатты қуырып пісірудің қажеті жоқ. Бір 2-3 минут ұстасаңыздар жеткілікті. Енді басқа ыдысқа алып суытып аламыз да, бағана тынып тұрған қамырды алып бөліктерге бөліп аламыз. Негізі бағана мен салмасыны қуыратын кезде май шамалы ғана көптеу құйылып кетті. Сіздер барынша аздап ғана жарты бір ас қасықтай пісте майға ғана пісіріңіздер. Мінекей, енді осылай қолмен жайып алып, осылай формаға келтіріп, дөңгелектеп шығамыз. Қараңыздар. Басқан кезде байқап басыңыздар, бетінен салмасы шығып кетпесін. Қамыр енді қолға өте жағымды бір, сондай бір ерекше қамырмен жұмыс жасаған келеді. Қандай формаға келтірсеңіздер де, формаға келіп әдемі болып тұрады. Міне осылай барлығын формаға келтіріп аламыз. Бұның қамыры енді бір ерекшелігі кәдімгі пирожки, беляши деп айтуларыңыз мүмкін, бірақтан бұның қамырын көрсеңіздер, өздеріңіз байқайсыздар, бұны жеп көрген адам байқайды, бір хрустящий, сондай бір қытырлақ, әрі жұмсақ болып келеді. Кәдімгі бір ашытылған қамыр секілдейміз, бір ерекше тәтті, ерекше бір дәмді болып шығады. Ол үшін сіздер өздеріңіз бір жасап көріңіздер. Енді бұның құпиясы сол ыстық суға дайындағандықтан болған шығар деп ойлаймын. Сосын бір ашытқысыз разахлитель қосып дайындадық. Мінекей осылай көтеріліп, түсінде қарасаңыздар, түсі қандай кәдімгі пирожки, бауырсақ немесе беляшинің қамыр секілді қып-қызыл емес, бір оранжевый, бір ерекше бір түсте болып пісіп шықты. Сосын бұның қамыры енді бағана ыстық су болғандықтан жылдам пісіп шығады майда. Майды қатты отқа қоймаймыз, орташа отта пісіріп аламыз. Мінекей қараңыздар, өзі түрінен де айтып тұрған шығар, қамыр қандай бір ерекше екен. Қазір сіздерге бөліп көрсетейін. Қатты ыстық енді. Қазір шамал суығанын көрсетейінші сіздерге. Но енді мүмкін емес ұстау. Міне осыны көрсетейін, шамал суыған. Міне осындай қамыр. Осындай бір қытырлақ әрі жұмсақ. Бізге өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер ұнаған болса, тегін лайктарыңызды басып,
каналымды қолдап отырыңыздар. Ас болсын.